Достар, сіздерді прана шаймен таныстырғым келіп отыр бүгін. Бұл шайдың ішінде қара шай бар, құрамында солодка бар, душистый перец, апельсин, гвоздика бар. Енді осылардың әрқайсына тоқталатын болсақ, қара шай бұның құрамындағы тонус береді, ал солодка дегеніміз ол қақырықты түсіреді, иммунитетті көтереді, бронхтарды емдейді және құрғақ жөтел кезінде жұмсартады. Аллергия, іштің құрты, соның барлығына жақсы көмектеседі. Спазм мен қабынуға қарсы, жоғары тыныс жолдарының ауруына жақсы. Одан кейін гвоздика дегеніміз ол туберкулез кезінде қоздырғышы, туберкулездің коқ таяқшалары гвоздикамен сол туберкулезді емдеген екен. Ал душистый перец дегеніміз терлетеді, буындарды босаңсытады, қан тамырларын босаңсытады, ауырсынуды жеңілдетеді. Міне күздің кезінде сіздерге өте қажет, әркімнің үйінде болу керек шай. Күзде, қыста инфекциялық суық тию аурулар болады ғой, сол кезде өте жақсы көмектесетін шай. Міне 20 пакетик ішінде өте дәмді, балаларға да өздеріңіз де ішсеңіздер болады.